Сәлем достар, есімім Аманжол. Бүгінгі видеомыз бақылау кассалық машиналар жайында болады. ККМ деп аталады, контрольно-кассовая машина. Бұл 2020 жылдан бастап барлық біздің Қазақстан территориясындағы кәсіп иелері осы ККМ-мен жұмыс істейтіндігіне байланысты мен арнайы осы видеоны түсіріп отырмын. Бүгінгі видеомызда қаралатын жаңағы сұрақтар сәл аңдатпасын алдын ала айта кетейін. Бақылау кассалық машиналарын кім және қашан қолдана бастау керек? Бақылау кассалық машиналарын деп мен бұдан былай БКМ деп айтсам, бақылау кассалық машинасы деген сөз. Осы сұрақты қарастырамыз. Екінші, жалпы БКМ қандай болу керек? Екінші сұрақ осы. Үшінші, онлайн БКМ-нің түрлері және олардың артықшылықтары туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Төртінші, БКМ-ді қолданбау, немесе дұрыс қолданбау үшін қандай жауапкершілік бар? Осы төрт түрлі сұрақты бүгін қарастыратын боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші сұрақ, БКМ-ді кім және қашан қолдана бастау керек? 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолма-қол ақша немесе банктік карточкамен есеп айырысатын барлық кәсіп иелеріне БКМ-ді қолдану шарт болып есептелінеді. БКМ-ді ол үшін сіз алдын ала алып, салық органдарына тіркеп қоюларыңыз керек. Бұл жайында салық кодексінің 166 бабында жазылған. Яғни салық кодексінің 166 бабын ашып, бір қарап шықсаңыздар, қайталап шықсаңыздар болады. Яғни сіздің кәсібіңіз қолма-қол ақшамен жүзеге асатын болса, қолма-қол ақша түсінесіз, сіз бірдеңке қызмет көрсетесіз, товар сатасыз, сізге ақшаны тура сол жерде дәл уақытында қолыңызға береді. Немесе банктік карточкамен сізге есеп айырысатын болса, онда сіз міндетті түрде БКМ-ді алу керексіз. Егер де сіздің кәсібіңіз қолма-қол ақшамен есеп айырысатын болмаса, яғни сіздің кәсібіңізде жоқ, сіз тек қана банктік аударымдармен жұмыс істейтін болсаңыз, онда сізге БКМ-нің қажеті жоқ. Осылай болып. Енді екінші сұрақ, БКМ жалпы қандай болу керек? Осы сұраққа тоқталайық. Ол жерде бір ғана ответ, БКМ ол 2020 жылдан бастап онлайн болу керек. Яғни бұл деген сөз, бұғанға дейін бізде БКМ-нің онлайн емес, басқа жай түрі болған. Енді 20 жылдан бастап салық органдарында тек қана онлайн бақылау кассалық машиналарын ғана тіркеуге отырғызады. Яғни екінші сұрақтың жауабы осы. Үшінші, онлайн бақылау кассалық машиналардың артықшылықтары. Артықшылықтары енді бірінші артықшылығы ол мемлекет үшін сіздің қолма-қол ақша алып, қолма-қол ақшамен есеп айырысқаныңыз тура осы сәтте, осы уақытта салық органдарына барып түсіп отырады. Бұрын ондай емес еді. Бұрынғы машиналардың сақтау жады болатын, жадында сақталатында, содан кейін оның бәрі біз есепте көрсететінбіз. Ал қазір қалай есеп айырысасыз, қалай фискальный чекті шығарасыз, бірден салық органдарына барып түседі. Яғни дұрыс айтқан кезде салық органдары сіздің барлық кірген кірістеріңізді қолма-қол ақша арқылы әрине кірістеріңізді барлығын көріп отырады, біліп отырады деген сөз. Яғни бірінші артықшылығы сол. Екінші артықшылығы енді ол кәсіп иесіне байланысты, ол өз кассирінің қанша ақша түсіргендігін ол онлайн көріп отыра алады. Мысалы, басқа жақта жүріп, басқа қалада, басқа демалыста анда-мұнда жүріп, бірақ өзінің магазинінде, болмаса жаңағы бизнесі жүріп жатқан жерде, кассир отырғызып болған жерінде қанша выручка, қанша ақша кіріс кіргенін кәсіп иесі көріп отырады. Екінші артықшылығы осы. Енді түрлеріне тоқтайтын болсақ, біздің жалпы газ нарықта екі түрлі бақылау кассалық машиналар бар. Біріншісі ол аппараттық дейді, кәдімгі аппарат, кассалық аппарат деп айтылады, сондай түрі бар. Екінші түрі ол бағдарламалық түрде, яғни программное обеспечение. Мемлекеттік реестрде тіркелген кассалық аппараттың қызметін атқаратын бағдарлама. Осында екі түрлі бізге нұсқасы бар.
Енді осында екі түрлі нұсқасы бар. Енді сізге өзіңізге өз неңізге байланысты қазір интернетті ашып, Google-ды ашып іздейтін болсаңыз, неше түрлі сатушылары да бар, неше түрлі бағалары бар, өзіңізге қолайлысын өзіңіз таңдап ала аласыз. Енді соңғы сұрақ, соңғы жаңағы тоқтайтын тұсымыз ол жауапкершілік. Кассалық аппаратты, жаңағы бақылау кассалық машинасын қолданбау, немесе дұрыс қолданбау, болмаса тіркемеу, чек бермеу, соған байланысты жауапкершілік ол Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 284 бабында көрсетілген. Осы 2019 жылғы әкімшілік кодексте әзірге бірінші жолға жаңағы сияқты қателіктер жіберген кезде ескерту береді, бірінші жолға ескерту береді. Ал егерде бұл жағдай бір жылдың ішінде екінші рет қайталанатын болса, онда сіздерге штраф төлеуге тура келеді. Ал штрафтың сомасы ол сіздің кәсібіңіздің көлеміне байланысты, деңгейіне байланысты. Шағын, орта, ірі, сіз осының қайсына жатасыз, соған байланысты белгіленетін болады. Бұның барлығы жаңағы әкімшілік кодекстің 284 бабында көрсетілген. Интернеттен ашып 284 бапты өздеріңіз үшін бір қарап шықсаңыздар болады. Достар, егерде осы видео сізге пайдалы деп тапсаңыздар, онда лайк баса кетіңіздер. Қандай тақырыпты мен бұдан арғы ашқанымды, талқылағанымды қаласаңыздар, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сол тақырыптарды тауып, келесі видеоларыма сол тақырыптарды арқау етемін. Және де басқа да маңызды ақпараттардан, маңызды видеолардан құр қалып қалмаймын десеңіздер, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басыңыздар, сонда сіздер әрқашанда өз кәсібіңізде барлық ақпаратты біліп жүретін боласыздар. Келесі видеода кездескенше.